Айтыстың ақырғы айналымын бастаймыз. Қазылар алқасы кеңесе келе, өздерінің екі күн берген ұпайларын санай келе, қорыта келе, айтыстың соңғы айналымына 4 ақын шығарды. Екі жүптеген сөз. Бұлар бүгін ең жоғары ұпай алғандар, 64 және 65 ұпай алғандар. Солардың алғашқы жұбының қайталасына куә болыңыздар. Жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты Аманжол Әлтаев, Астана Евразия университеті. 64 ұпай алған. Аманжолмен айтысатын жаңа ғана көз алдарыңызда өлең мейрамын, өнер мейрамын жасаған Қырғызстаннан келген бауырымыз Элбербек Иманалиев 65 ұпай алған. Аманжол ғана деген бауырымдың айтысқа келіп масындай қол бергенін қараңдар. Елден мұрын бастадып жол бергенін қараңдар. Үшінтіп қадырын билеп сыйлайды қадырды білген адамдар. Аманжол деген атыңдай Аманжол, байкем Аманғали. Езелден бірге бір болған, беріңіз қандай Аманжол. Өзіңізді қолдығын Астанадай қалада жеріңіз қандай Аманжол. Айтысқа шықтың финалға, деміңіз ағандай Аманжол. Бүгінгі болған айтыштың қыға чейін туғандар. Нечен жер көрдік, араладық, ел көрдік, ағайынды тең көрдік. Есілдей болған су көрдік, жақшылық менен жайылған, үш оғыздың біріккен, үш найзалы ту көрдік. Ошоның барын ойласам, 300 өр бұл кесте біріккені тұрбайбы, жақшылық менен өзінше келішкені тұрбайбы. Табағыңарды қарасам, қардан даң аппақ жүз менен өй, ошо теңешкеніңер тұрбайбы. Жақшылық менен чынында сөйлетіңі қарасам, анша-мынша ақынды теңсінбеген ақынсың. Үкің болса тебетей желпілдеген ақынсың. Элмирбек менен бір шықтың, қанаң емненің ойлап жатырсың. Айналдым мынау ғажап мезеттерден, от өлең сенде барау өзек керген. Білесің қатаған мен айтысарда, Сүйінбайда әуелі кезек берген. Болған ба сөздің нұсқасы, біраз қазақтар сөздің ұстасы. Анша-мыншаң ал жерден пейсе керек, дағы бір қырғыздың аға нұсқасы. Байқашымда Аманжол көп ақындың ұстазы. Пили да мықты бұрысы, өңі да мықты сұлусы. Өзіңіз дағы сөйлетің, чучук менен қартаға тойған адам өңдіні той. Не болдың екен жұмышың? Тұрпатыңа қарасам, кең қазақтың даласы сыйғандай болып жырлайсың. Қасыңа келсе бауырың, қатар-қатар өлеңін ұрғандай болып ұрдайсың.
Кебір жерін қарасам қиытып қиышықке айтып тұрғандай болып ұрдайсың. Кебір жерін қарасам алдап өйтіп бүйтіп туғандай болып ұрдайсың. Қысқасын айтсам жақшыдық Жамбыл бабам кезінде чоң кеміндеген қырғыздым. Кебір чоқтой ысық көңілі чожайын білген елінде жүргендігі дағырас. Жамбылды қырғыз авалтан білгендігі дағырас. Ал жерлерде Жамбылың ел жұртынан сый көріп жүргендігі дағырас. Ел ақылы өлеңін білгендігі дағырас. Жырау Жамбыл екен деп қырғызаны қазақтай сүйгендігі дағырас. Көңілінде туғылып білгендігі дағырас. Қысқасы Жамбыл бабам көп барған, ал жағымдан алырас. Бірақ оқшоштырып тұрғаның, бұдағы қандай туғаным. Оқсайды деп тұрғаның, ол да қандай туғаным. Анша-мұнша бұл жерден ағылдың ұрдың бұлағын, анда ұқсын құлағын, айтышқанда маментіп, алдағандай чұрадым. Жамбылдың балкім айтсайтар тегі бадасың, ой, аның алы кеңден сұрағым. Кездестік ауел бербек қажақ күнде, қырғызбен айтыспайды қазақ күнде. Қазы қарта дәм татпай не болыпты, осынау кең пейілді азат күнде ай-ей-ей-ей. Нәр алдың сарыарқадай жотаңыздан, ал талаш үміт күттім ботаңыздан. Елжіреп қалың қатсақ жыртыңдаған, кешегі тоқтағылдай атаңыздан. Сенбесең аман жолдың бұл сөзіне, сұрарсың ауылдағы апаңыздан ай-ей-ей-ей. Байқаймын ұзын екен құрығыңыз, сөзінен аман жолдың сұрығыңыз. Мен қазақ өзім қырғыз болған менен, екеуміз алталаштың құлынымыз. Кәдімгі ыстық көлдің тамшысындай, өнерде байланбасын тұнығымыз. Қазақтың ақынынан сасқаның ба, ел бірбек терлеп кетті мұрыныңыз ай-ей-ей-ей. Айтышқан елдер ой ұлығын, айтасың сөздің тұнығын. Мен дағы байке жақтырам жігіттің сіздей сылығын. Байыртан қырғыз қазақта барысы сыйлап ұлығын. Ошо бабалардың ақ сөзін бал қошқандай айтқаным байқағансып тұрыным. Ошондықтан айтарым, мен дағы қырғыз ұлымын. Ел içine сіңіптір абданырың жұғымың. Бирок сиздей кудабыз ой, минтип тең туш кудан келгенде, тегеле казакка калат жарашпай, ошо терде талбаса мурунун. Кайра бул жерде кыздарыңыз чай куйганда дембеден минтип чалкала тууган эл менен ырахатка батканым. Анан айтып олтурсак, ар нерсенин өзүндө болот экен жолундай. Домбураны кармаган маселен аман жолдун колундай. Кээ бир акын сөздөрү ошо бир акындардын алдына жайып салган торундай. Улуу сөздөр турганда мурундан кепти баштасаң ой, ошодо байке сонунбай. Тердесе тердеп жаткандыр тетиги турган светиң ой, негедир таш көмүрдүн чогундай.
ошондой ысык болсун көңүлүң. Кудай таалаң ар качан элдин берсин өмүрүн, ар качандан ушундай жакшылык менен биригип жайнап өтсө тирилик. Казагымдын жүзүндөй менин жүзүм сүйүнүп, кетпейличиң эч качан кези келбес жерлерден, кетпейличи бүлүнүп, андан ырдаң аман жол. Жакшың айтсаң жакшысың, жаман айтсаң аман бол. Айтылған әр сөзіңді пайым көрген, ел билбек сыр қозғадың қайың белден. Осылай талай тәм татарсың, саңылап сарыарқадай сайын белден. Бір қырғыздың мұрынын тердетті ғой, қазақтың арулары шайын берген ай. Ақынсың ел сенімін ақтап келген, аллалап он қадамын аттап келген. Орта жолдан жолыққан жан емессің, жоқтан барды құраулап тақпақ терген. Мәйікті сөздеріңді айт ақын қонақ, құрмадай тіл астында сақтап келген. Әзірге баяулатып отқандайсың, атыңның басын босат баттап келген Жамбысың аты алдынан, ақынсың алдынан жан жүргізбеген. Жөн болмас пейілімді білгізбеген. Қырғыздардың көптігін бек қатаған, теңеген өзгезінде жұлдызбенен. Дәуірге үлгі болған Манас атаң, ешкімді даласынау кіргізбеген. Ал өздерің ақштан сарбаз алып, япырау қорқып жүрсің күндіз неден Жарарет жолбарыстай жорытсаңдар, жарарет туған айдай толықсаңдар, сүйінбайша баппенен сөз саптайын, айтылған әр сөзімді молықсаңдар. Алыстан ақштан сатна қыласың, қазақты шақырсайшау қорықсаңдар Туы сен бірін-бірі қалқандайды, тәуелсіз ел баласау балпандайды. Ұлттың ұлы тұлғасын солдат кеткен кешегі ұлабайлар асан қайғы. Өзгенің жендетіне бодан болсаң, болмайды ешқашандау арқан майлы. Қангенеге қимаған жайлауыңда, ақштың солдаттары талтаңдайды. Болжоп кетіп барасың, бір жағынан сөзіңді оңдоп кетіп барасың. Байқатпастан елмірге қордоп кетіп барасың. Емі көліме қайдан жағасың, жанатан бері тим тұрсан жайдап кетіп барасың. Қазақтығын қармадығы қайдап кетіп барасың. Еш қачан қырғыз бастырбайт Алатау менен қазақтың, ошо дархан кең болған даласын. Ант бергенде қырғыз ел жаратпақ белем манасын. Анамдан айттың бір сөзді,
Хангенеге кыйбаган жериң болгон деп айттың, хангенени жериген элиң болгон деп айттың. Андай эмес түшүнсөң, акыл ой менен дой бүтүрсөң, бир кезектен рас бир кезекте дос болуп бирге жүргөн ошол эл, ар качандан кошулуп тилде жүргөн ошол эл, бабаң манас барында баары билген чагында, бир жагынан каптап бир жоосу келген чагында, бир жагынан каптап бир душманы келген маалында, жараган элеңер манас кыргыз казак өзбектин кыйласынын багына. Бүгүн бир кон коюп сүйлөйсүң, ой, конгон соң азыр тагыңа. Күндүз коркотту деп айттың, өзүңдү байкең аман жол, чакырып жаткан кезим жок. Келгин казак келгин деп жоо басып кетти бул жак деп бакырып жаткан жерим жок. Кези келсең андайды ойлой турган жерим жок. Өзүмчө мындай маселе козгогонуң болсо да ойной турган жерим жок. Анткенимдин себебин аныдан айтып берели. Андай маселе бүгүн ырдаганы келгенде козгоп турган сен болдуң. Эмиң айтсам чындыгын тең илгертен берки карата, биргең элип бир келген бир тууган болсо жанаша. Ал талаштын тукумун өзүң айтып кеттиң го, ошоң акылыңа жетти го. Анан кайра тең сөздү байкем баштады да, азыр тетири жака кетти го. Ал эми мында сүйлөсөк, кезинде кыргыз кызматтын далайына жараган, аны айта турган убагым угуп кетсин кулагың уксун деп айтып турамын. Жанатан беркиң жырымды түсүнүктүү болсун деп түмөндөрүн курадым. Ошолорду оюңа биле турган убагың, кайра бир сүйдөп бир кайдагыны сурадың. Ар качандан бир качан эли ойлоп жүргөндө эки элдин уранын бир көтөрүп бир эмет, бардыгы келгенде бирге сайып бир жыккан жоосундагы эки эл, кандай болсо бир чечкен боосундагы эки эл. Ошолордун баарысын эскерсин деп турамын эми билер убагың. Көрсөң айтылар оюң чак экен, бир аз ал жактан эсиң тар экен. Борун деп турсам, ой, чиркин борунда көрсө бир эхина көк бар экен. Заманда ұлт салмағы ауырлады, көрмейін тағдырыңды дауылдағы. Әр халықты бастайды болашаққа, ынтымақ ауыз бірлік қауымдағы. Тебіреніп қырғыз жайлы ой толғасам, ол менің жүрегімнің ауырғаны. Өзім келет дегенде елеңдедім, Каспийдің табанындай тереңдедім. Кешегін ұқпайған бар сапар шеккен, мен өзімнің тәуелсіз кемемдемін. Қол ұстасып бір жүрсін қос ұлттағы, елдің көшін бастаған берендерім. Қатар айтып жүрейік ел бірбек ау, Жамбыл мен Тоқтағұлдың өлеңдерін оңалар азат күнде тірлігіміз, айшықтап ақын айтқан сырдығымыз. Ол рас өз сөзіңде сомдағандай, жасасын қос халықта бірлігіміз. Ер түркінің баласы аман болсақ, ешкімнен қанамасын кіндігіміз. Ақ дәулет бір басын
turaqtasın. Ел birdek mına menen jıraqtasın. Tәуелсіз ел түркінің ұрпақтары азат күнде қадамын бір аттасын. Алдыңнан қызыр жебеп қолын берсін, бұл өмір биігінен орын берсін. Әлемді азат күнде сүйсіндірген, сендерге де қазақтың жолын берсін. Елбейде өнеріңе сеніп тұрсың, байқаймын қатағанша беріп тұрсың. Тәуелсіз Қазақстан ордасына жиі осылай мейман боп келіп тұрсың. Еу аузыма сөз сала көр ағыдайын, келмей кетсең жүзіңді сағынайын. Ал талаштың тағдырын ойламап деп, аллалап атқа мінген абылайым. Еліңнің ақыны боп айта кетші, еліңнің бұл шақтағы жағдайын. Başından жақшы olup gelgene andıktan sayra vırdap jatpayбы. Sararkanın özünde mындай sandagan eldin ermege. Azır şangırak bolsa senike, şamalı ahval menike. Tündük bolsa senike, mına tüştük jorgo menike. Andıktan şangıragım özde dep, göt sözüңdü basıntıp ayta verbe aman jol. Janag aytkan sözüңe kayta görbe aman jol. Bara aman jol oңolup barat dep oydoym. Janagı ketken osolduk jogolup barat dep oydoym. Oşonduktan oyumda oydogondu көп oydoym. Kırgız Kazak başından özüň aytkanday akeşedey atanın tukumundan taragan бүгүnkү күндө карасаң жакшылык менен көңүлүм ээрip кетип баратам. Бир көңүлүм өзүңө берип кетип той баратам. Эгер жамбылдай акын сен болсоң токтогул болуп жанашам. Бул берген сага убадам. Анан анча мынча сөз менен коногуңуз келгенде, мындай кооз сөз менен сүйлөгөн жомогуңуз келгенде, сөзүн алып алигук дайым эске түйүп ал. Кыргыз менен Казактын бир экенин билип ал. Анча мынча кылтыйтып жанагыдай нерсени чыгарбаңыз аман жол. Андай нерседен уланбаңыз аман жол. Азыр эсиң эл болот, элге келгенде эшигинин алдында экиден буудан байланат. Жерге келгенде бай чечекей гүл чыгып бардыгында айланат. Ошолордун айтарым бүгүн көктөмдүн жакшы күн экен, көбүнчөң акын сүйлөгөн көмөкөйдө үн экен. Моорус деген ушундай ууз майрамың кут болсун. Мечен жакшылыктын өзүндө жалбырттай бер, жана бер. Жалпы элдин кашында батасы болсоң ала бер. Анча мынча өнөрдүн аргымагын чаба бер. Мечен жашка бара бер. Жакшылыктын өзүндө жайнап турган элиңе жыр өлөңүң ала бер. Сыйлыгындагын ала бер. Кезде конок келгенде кезеги келсе мага бер. Ошонсе да аман жол. Жакшылыктын өзүндө ар өлөңүң таба бер. Жаттаганың болсо да жайманисин билгизбей жалпың элге чаба бер. Жамагың болсоң ала бер. Сага бата берип кетейин, 90 жашка чыкканда токол алып бала көр. Ey Talbay
айтқан сөзіңе келіскемін, келмейді бұл ойыңды терістегім. 90-да балалы бол деген сөзің шалынсын құлағына періштенің Oldu mu Ramazan? Ағай спор алдың ба? Ақын ба жыршырағын жандырмаған, құрышын тыңдаушының қандырмаған. 90-да тұмарланып топқа түсем, секілді қызыр қонған жамбыл бабама ел билбек оң жағыма келесіңде, қызырлы қызыллардай желесіңде. Замандас досың болып бір сөз айтсам, сөзіне аман жолдың көнесіңде. 90 жаста мен барып қолқа салсам, қырғыздың бір сұлуын бересіңде. Сұрауға жауап берейін, сұранып қалсаң көнейін. Ошонда дағың ырайты өзіңдей болып төгейін, асырылып жөлейін, албанырға бөлейін. 90 жашқа шығып көр қалғанын анан көрейін, ошол жерге барғанда. Аға чейін аман жол түшө бербең арман. Ей, көктемнің дариясындай тасып тұрам, өршеленіп арнамнан асып тұрам. Ер түркінің тұқымы болғаннан соң мен қайтып азат күнде жасып тұрам. 90 жасқа келгенде бабам құсап, қырғыздың аруларын қашық қылама. Рахмет. Қаздар алқасы. Елмірбек Иманалиев.